Қарттар үйінен өрт шықты, зардап шеккендер мен құрбандар жоқ. Кепілде болған әйел ауруханадан әзір шықпайды. Жансақтау бөлімінен жалпы палатаға ауыстырылған науқасты дәрігерлер бақылауда ұстамақ. Дене қызуы көтерілу, әлсіздік пен жөтел, Ақтөбеде тұмаудың түрлері өршіп тұр. Әсіресе балалар арасында соңғы аптада 1931 бүлдіршінге жедел жәрдем шақыртылған. Армысыз, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Ақтөбеде қарттар үйінен өрт шықты. Оқиға кеше болған Қызыл Жалын нөмірі 1-ші әлеуметтік қызмет көрсету орталығының 1-ші қабатындағы шылым шегу бөлмесінен шыққан. Төбе мен жиһаздар жанған, құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына жеткен кезде әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ғимаратының 1-ші қабатындағы шылым шегу бөлмесінде төбенің және жиһаздың 3 шаршы метр алаңда жануы орын алды. Өрт құтқарушылар келгенге дейін өшірілді, зардап шеккендер жоқ. Түнен бастап жауған қалың қар ақтөбеліктерді әбігерге салып жатыр. Коммуналдық қызметке дамыл жоқ. Жұмысшылар аялдамалар маңайы мен жаяу жүргіншілер жолын қардан аршып әлек қауіпсіздік талаптарын сақтау мақсатында көлік жүргізушілеріне жылдамдықты асырмау кеңес етілді. Жаяу жүргіншілерде қар тазалаушы көліктер мен көктайғақтан сақтанғаны абзал. Қарлығаш Жаумытованың репортажы. Ақтөбеде көптен күткен қар жауды. Қыс басталғалы қара балшық пен ызғар тартқан жерден мезі болған тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Айналадағы ақ ұлпа қарға аунаған балалар да мәз әйтсе де, арнайы техникаларға дамыл жоқ. Олар таңғы 5-тен бері күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшкен. Жер үй тұрғындары күрегі мен сыпырғысын алып, қар аршуға кіріскен. Енді мына қаланың жолы деген бәрі акиматтан зависит қой енді. Бүгін кеше қар болды, бүгін міне таңертең әлі үлгермеген. Үлгереді шығар кешке дейін. Жұмыстан қайтқандар. Я на автобусах не езжу, хожу пешком. Мен автобусқа көп мінбеймін, жаяу жүремін. Бірақ біздің 11-ші мөлтек ауданның көшелерін үнемі техника тазартып жүргенін көремін. Жолдар қардан тазаланып болған соң, оларды инертті материалдармен өңдеу басталады. Техникалардың негізгі бөлігі жолдарды қардан тазарту үшін түнгі және күндізгі кезекшілік бойынша жұмыс істемек. Бригадир Мәскеу, Құрмыш аудандарында қамтымақ. Қар қалың жауған кезде көлік көп жүретін негізгі көшелер, қоғамдық көлік жолдары, магистральды жолдар, көпірлер, өткелдер бірінші кезекте тазартылады. Қарлығаш Жаумитова, Жаслан Жұбай, тәулік. Ақтөбеде арнайы операция кезінде құтқарылған әйелдің жағдайы жақсарып келеді. Ол жансақтау бөлімінен жалпы палатаға ауыстырылды. Әйтсе де дәрігерлердің бақылауында болмақ. Науқас кеше жансақтау бөлімінен нейрохирургия бөліміне аударылды. Қазіргі таңда нейрохирургия бөліміне ем алып жатыр. Жалпы жағдайы бүгінгі таңда орташа, сана сезімі анық. Емін жалғастыруда. Бүгін қалған обследованиелерін түгел өтіп жатыр. Еске сала кетейік, 13-ші қаңтарда жеке меншік үйде бүтіндей бір отбасы кепілге алынды. Полиция арнайы операция өткізіп күдіктіні ұстады. Оқиға салдарынан үйде болған 2 зейнеткер көз жұмды, ал 40 жастағы әйел ауруханаға жеткізілген болатын. Қазір ол нейрохирургия бөлімінде ем қабылдап жатыр. Күзет қойылған, жағдайы орташа дейді ақ халаттылар. Ақтөбені ақ ұлпа қар басты, көлік және жаяу жүргіншілер жолдарын басып жүруге кедергі туғызды. Алайда қала бойынша 17 мердігер мекеменің техникалары жолдарды тазартып жүр. Тротуарлар да назардан тыс қалмауда. Тақырыпты Әсел Сәлімова өрбітеді. Шаһарға қалың қар түсті. Түннен бастап жауған ақ ұлпа таңға жуық толастап жолдарды басып қалды. Қазір қала бойынша 17 мердігер мекеменің техникалары жолдарды тазартып жүр. Түнгі және күндізгі ауысымда алдымен негізгі көшелер, қоғамдық көлік жолдары, магистральдар мен көпірлер, өткелдер қардан аршылып жатыр. Қаланың шалғай елді мекендерінде жол эксплуатациялық бөлімшелерді кезекшіліктегі техникалар қоғамдық көліктерді қардан тазартып жүр. Қала аумағында автожолдар 24 учаскеге бөлінеді. Жауапты мердігер мекемелер 2 ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Жаяу жүргіншілер жолы да тазартылуда. Қала көшелерінде техника көп. Әйтсе де ақтөбеліктердің айтар уәжі бар. Тұрғындарды тыңдайық. Тазартылып жатыр ғой.
Нормально. Работают, дорожники, они жұмыс істеп жатыр ғой адамдар. Жалпы мен ойлаймын, осы қалада қарды қатты дұрыс тазартпайды деп ойлаймын. Тек қана андай важный райондар болады ғой. Сол жерлерді тазартады деп ойлаймын. Центральный район, 12 сол жақтарда алындай. Қаланың шетіндегі или там, не знаю, бір кішкентай шағын аудандар райондарда тазартпайды деп ойлаймын. Көңіліңізден шықпайды ма? Ау? Көңіліңізден шықпайды ма? Көңілінен шықпайды. Сен өзің қай жерде тұрасың? Осы жақта старый часть көрміш қой. Үй жақтарында мысалы жолдарды тазарту Жолдарды тазартады ғой, бірақ андай именно адам жүретін жолдарды соларға тоқталатын болсақ, оларға көп көңіл бөлінбейді десек те болады. Да, вот сегодня вижу. Кірпіштідегі мектептің қасын күн сайын қардан тазартып тұрады, ал қаланың ескі бөлігі дұрыс тазартылмайды. Орталықтағы жолдар да, тротуарлар да бірінші тазартылады. Асель Салимова, Влад Рагушов, Тәулік. Балалар арасында жедел респираторлы вирусты инфекциясы өршіп тұр. Тіпті емізулі сәбилер де жаппай ауырып жатыр. Соңғы бір аптаның ішінде 1931 бүлдіршінге жедел жәрдем шақыртылған. Дәрігерлердің айтуынша 7-14 қаңтар аралығында 103 желісіне барлығы 7407 шақырту түскен. 2000-нан астам адам ауруханаға жеткізілді. Жедел жәрдем келгенше 38 адам көз жұмған. Бірінші санаттық шақырту 120, екінші санаттық шақырту 1679, үшінші санаттық шақырту 1330, төртінші санаттық шақырту 3631. Оның ішінде стационарға жеткізілгендер 2229, жедел коронарлық синдром 132, жедел бас ми қан айналысының бұзылысы 50, жол апатына ұшырағандар 29, улану 29, босану 232, 103 бригадасы келгенше қайтыс болғандар 38, оның ішінде суицид 11, ножевое пышақтану 5. Қазақстанда енді жемқорлардың тізімі пайда болады. Бұл туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ұлан Сарқұлов мәлімдеді. Мәжілісте Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша заң жобалары қаралады. Тізімге ауыр және аса ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін сотталғандар туралы мәліметтер енгізілмек. Әлем мен елде болып жатқан жаңалықтар легімен таныс болыңыз. Оңтүстік Кореяның тергеушілері президент Юн Сок Йолды қамауға алды. Оңтүстік Кореяда президент бүлік шығарды деген айыппен ұсталды деп хабарлайды CNN агенттігі. Йонхап басылымына сілтеме жасап, тергеушілер президент Юн Сок Йолды көтеріліске жетекшілік етті деген айыппен қамап отыр. 15 қаңтарда таңертең тергеушілер президентті қамауға алу үшін мемлекет басшысының резиденциясына келді. Бірақ президенттің қауіпсіздік қызметімен кикілжіңге түсті. Шамамен 2,5 сағаттан кейін полиция мен сыбайлас жемқорлық әрекеттерін тергеу басқармасының қызметкерлері резиденцияға кіре алды. Еске салсақ, құқық қорғау органдары Оңтүстік Корея президенті бүлік шығарды деп айыптап, парламент оған импичмент жариялап, биліктен шеттеткен. Қасым-Жомарт Тоқаев Абу-Даби тұрақты даму апталығы халықаралық саммит аясында Нигерия Федеративтік Республикасының президенті Бола Ахмед Тинубамен кездесті деп хабарлайды Ақорда. Тоқаев Африкадағы халқы ең көп және құрлықтағы ең ірі экономикалардың бірі Нигериямен жан-жақты ынтымақтастықты нығайтуға ерекше мән беретінін атап өтті. Бола Ахмед Тинубу екі жақты қарым-қатынастарда жаңа деңгейге көтеру үшін бірлескен күш-жігер жұмсауға дайын екенін растады. Мемлекет басшысы Нигерия президентін Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырды. Тараптар сауда, экономикалық, көлік, логистика, энергетика және ауыл шаруашылығы салаларындағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын талқылады. Жамбыл облысында өзінен кіші оқушыны ұрып өлтірген жасөспірімдерге үкім шықты.
Байзақ ауданы Құмжота ауылында мектеп оқушысы Мирас Мәліктің өліміне қатысты сот үкімі шықты деп хабарлайды Тенгриньюз KZ. Биыл көктемде 9-шы сынып оқушылары 8-ші сынып оқушыларын даладағы әжетханаға шақырып ақша боп салап ұрып соққан. Салдарынан 8 оқитын Мирастың жүрек аортасы жарылып кеткен. 3 оқушы сотқа тартылды. Олар денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру және қылмыс жасауға итермелеу фактілері бойынша сотталды. 2 жасөспірімге 6 жыл 8 ай жазасы берілсе, ал біреуі 1 жылға шартты сотталды. Марқұм баланың жақындары үкімді жеңіл деп апелляцияға бермек. Биыл колледждерде 150 мыңнан астам студент тегін оқиды. Мемлекеттік тапсырыстың 70% техникалық мамандықтарға бөлінеді деп хабарлайды Спутник Қазақстан. 2025 жылы еліміздің колледждерінде мемлекеттік тапсырыс 153 мың орынға дейін артады деп хабарлады Оқу ағарту министрлігі. Машина жасау, көлік, энергетика, IT, құрылыс және басқа да балаларға бөлінбек. Қазіргі уақытта колледждердегі 518 кәсіпорын қамқорлық көрсетеді. Олардың санын 4 мыңға жеткізу жоспарлануда. Сонымен қатар жұмыс берушілермен бірлесіп, кәсіптік стандарттар мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары және World Skills стандарттарының талаптарын ескере отырып, 8 мыңға жуық білім беру бағдарламасы әзірленді. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Әлеуметтік желіде тұрғындар картоп бағасы өсті деп жарыса жазып жатыр. Мәселені білу үшін 41-ші бекетте орналасқан көтерме базарға барып көкөністердің құнын біліп қайттық. Елімізде 18-19 қаңтарда православтардың крещение мейрамы өтеді. Қалаларда шомылу рәсіміне арналған орындар белгіленіп қойылған. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Земнисат мейрамханасы армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір бұлақ экзотикалық өсімдіктермен жанды әуенмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Земнисат мейрамханасы кіру есігі ретро парк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандармен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен, Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Жаңа жылмен қатар әдетте қымбатшылықта келеді. Әсіресе азық-түлік құны шарықтап кетеді. Әлеуметтік желіде тұрғындар картоп бағасы өсті деп жарыса жазып жатыр. Мәселені білмекке 41-ші бекетте орналасқан көтерме базарға барып көкөністердің құнын біліп қайттық. Мұнда картоптың келісі 150-300 теңге аралығында. Ал Павлодар және Ресейден жеткізілген сәбіздер 150 теңгеден сатылып жатыр. Әсел Сәлімова жалғастырады.
Көкөністің пісу маусымы аяқталғаннан кейін бағалар тұрақтала бастайтын еді. Алайда картоп құнының тұрақсыздығы халықты алаңдатып отыр. Бір келі картоптың құны 400 теңгеден асып кеткендігі туралы әлеуметтік желіге жарияланды. Дегенмен 41-ші разъездегі көтерме базарда картоп 150-300 теңге аралығында саудаланып жатыр. Павлодардан жеткізіледі, жергілікті өнім де бар. Павлодардың өзінде мысалы 270 теңге, жолдың келуі 50 теңгемен шығып кетеді. Еще кеп налог бар, мысалы оның өзіне уже бізге 350-370 теңге алып кетеді. Дұрыс па? Мысалы ортада посредниктер болады. Посредниктер ол 3% қояды. Сөйтеді налог 3% қояды. Транспортный налог 3% қояды. Сонымен ол 20% кейін кетіп қалады негізінде. Сөйтіп картошканың бағасы 370-400 дейін айналады. Мысалы местныйдың өзі қазір мына басында 310 теңгеден әкеліп жатыр мысалы. Біз оны 320-дан артық сатамаймыз. Өйткені халық ана жақта 300 деп ойлайды да. 320 деген сатамыз енді. Мына картошканың өзі, мынау мелкий, егетін картошканың өзі 250 теңге мысалы, да? Сатылуы 250 теңге. Ана жақта басында 230 теңгені осын сатып тұрып, кахалар. Басқа айтарым жоқ, оның жасыратын ештеңе жоқ. Жеке кәсіпкер картоп бағасының неге қымбаттайтынын есептеп берді. Әкімдікпен жергілікті картоп сататын кәсіпкерлерге айтар уәжі бар. Айбек Дүйсеннің айтуынша, өңірде көкөніс бағасын бақылау дұрыс жолға қойылмаған. Жергілікті картоп құнын өзге өңір, тіпті өзге елдердегі өнім құнымен жиі салыстырып, өсіріп жібереді екен. Бақылау дұрыс емес біріншіден. Екіншіден, мысалы, Павлодар қазір 270 теңге тұрса, мысалы, ол жақта да дефицит болып қалады картошка, мысалы, 3 күнге жабылып қалады, сондай. Бұлар алады да, тұрады, мына мәдек көтеріп бере салады қайтып. Ана жақтың ценасынан мына жаққа қарайды болды. Ана жақ көтеріп жатыр, біз де көтереміз деген әңгіме да. Сондай ол. Сөйтеді, Өзбекстан тартып жатыр дейді, сөйтіп бағасын көтеріп жасады. Жылда осы картошканың проблемасы осы. Көтерме базарда картоптан өзге көкөністердің бағасы тұрақты. Қордайдан жеткізілетін пияздың келісі 130-140 теңгеден. Жергілікті қызылша 200 теңге, сәбіз бен қырыққабат 150 теңгеден сатылып жатыр. Ал алманы 450-600 теңге аралығында сатып алуға болады. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, тәулік. Елімізде 18-19 қаңтарда православтардың крещение мейрамы өтеді. Қалаларда шомылу рәсіміне арналған орындар белгіленіп қойылған. Суға түсушілердің қауіпсіздігін полиция, құтқарушылар және жедел жәрдем қызметкерлері қамтамасыз етеді. Дегенмен мұзды суға сүңгігісі келгендер үшін сақтық шаралары бар. Ақтөбеліктердің ойынша суға шомылу үшін қыстай қатты денсаулық қажет. Өңірімізде шомылу рәсіміне арналған орындар белгіленіп қойған. Әр ауданда бар. Ал қалада 2 жер дайындалып жатыр. Кеңес Нокин көшесінде орналасқан коммуналдық жағажай мен Гринленд демалыс кешені аумағында дейді төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Ой, нет. Жоқ, мен өзім суға шомылмаймын, өмір шомылып та көрмеппін. Мұндай шараларға денсаулығым жарамайды. Үйде кішкене ғана терезе ашып қалсақ, жөтеліп шыға келеміз. Ал қыстың қақаған аязында суға түссек, ұшып түсетініміз анық. Если есть здоровье. Жоқ, мен де түспеймін. Суға шомылу үшін адам дайындалуы керек. Тек қыста емес, жазда да мұздай суға шомылған жөн. Денсаулығы мықты адамдар жасасын бұл рәсімді. Какое купаться, здоровье? Менің жасым 80-нен асты, өмір бойы спортпен шұғылданып жүрмін. Қазірдің өзінде жаяу жүру, велосипед тебу, жүгірумен айналысамын. Жас кезімде жыл 12 ай сүңгейтін едім. Қазір қартайдым. Конечно, это надо, это положено. Менің жасым 50-ден асты, жылда крещение кезінде жақындарыммен барып суға шомыламын. Қасиетті судың күшіне сенемін. Өте пайдалы, ауырмайсыз, шымыр боласыз, әдемі әрі жас боласыз. Төтеншеліктер суға шомылу барысында қауіпсіздік шараларын сақтауға және ауа райы жағдайларын ескеруге шақырады. Суға шомылуға арналған орындарда қауіпсіздік ережелерін есте ұстаған жөн. Олар шомылатын ойықтың жанында 3 адамнан артық тұрмау қажет. Суға шомылу рәсімі тек құтқарушылар мен медицина қызметкерлерінің бақылауымен жүзеге асырылуы керек. Суға кірмес бұрын жылынуға арналған жаттығуларды жасауға болады. Шомылу рәсімінен кейін денеңізді сүлгімен ысқылап, жылы киім киіп, ыстық шай ішкен жөн. Суға шомылу барысында да денсаулығыңыздың нашарлауын сезсеңіз, шомылу орнындағы кезекші дәрігерге дереу хабарласыңыз. Жанар Датқызы, Влад Рагушов, тәулік.
Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Земнисат мейрамханасы армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір бұлақ экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Земнисат мейрамханасы кіру есігі ретро парк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300. Таңды бізбен бірге қарсы алыңыз. Қыркүйек айынан бастап бізде жаңалық көп. Жаңа таң дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері. Новое утро сейсенбі мен бейсенбіде. Біз сіздерді таңғы сағат 7:30-да Рика телеарнасында күтеміз. Әрбір аралап атқан жаңа таң біздің дәл сол күнгі бақытты өміріміздің бастауы болсын. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер.